өнерсүйер қауым. Сіздердің назарларыңызға 25 қазан Республика күніне арналған Республикам байтағым атты онлайн музей сабағын ұсынамыз. 2022 жылғы 16 маусымда Ұлытауда өткен ұлттық құрылтайдың бірінші отырысында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Республика күні мәртебесін қайта қалпына келтіруді және оны 25 қазанда ұлттық мереке ретінде атап өтуді ұсынды. Сондай-ақ мемлекет басшысы 1990 жылғы 25 қазанда Қазақстанның мемлекеттік егемендік туралы декларациясы қабылданды. Бұл еліміздің тәуелсіздігіне жасалған алғашқы қадам болды. Республика күні еліміздің мемлекеттілікке бағытталған тарихи қадамның символына айналуы тиіс деді. 2009 жылға дейін ұлттық және мемлекеттік мереке ретінде бүкіл халықпен аталып, қоғамдық қолдауға ие болған Республика күні Қазақстанның жаңа тарихында еліміздің басты мерекелерінің бірі болып қайта оралды. Яғни біз бұл мерекені ұлттық мереке ретінде 25 қазан күні атап өтпекпіз. Республика күнін мерекелік күнтізбеде қайта жаңғырту бұл жаңа Қазақстан өкілдерінің өз тарихи бастауын мойындауы мен ұрпақтар сабақтастығының мемлекеттік тәуелсіздік жолындағы халқымыздың тарихи еңбегі мен еркіндігін құрметтеудің символына айналмақ. Осындай мемлекеттігімізді алу жолында қаншама халық азаматтары еңбек етті. Солардың бірі Ақселеу Сейдімбек. Бұл портреттің авторы Омархан Құмар. Былтырғы жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай сөз бен сурет атты республикалық суретшілер мен ақындар конкурсы өткен болатын. Сол конкурста Құмар Омархан осы Ақселеу ағамыздың портретін жазып жеңіске жеткен еді. Сейдімбек Ақселеу Сланұлы 1942 жылы 12 желтоқсанда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында дүниеге келген. Ақселеу ағамыз жастайынан жетім қалып, өмірде талай қиындықтарды көрді. Соған қарамастан ол халқымыздың өркендеуіне, өсуіне, тіл көркемдігіне өте көп үлес қосқан асыл азаматтардың бірі. Биылғы жылы біз Ақселеу ағамыздың 80 жылдық мерейтойында атап өттік. Келесі біздің залымызда сіздердің көретіндеріңіз ол Қазақстан Республикасына танымал азаматтардың бірі Қаныш Сатпаев. Бұл портреттің авторы Жүнісов. Қаныш Сатпаев Имантайұлы, шын есімі Ғабдулғани. 1899 жылы Баянауыл ауданы Павлодар облысында дүниеге келді. Геолог, ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақ СССР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ СССР академиясының академигі, Кеңес одағының және Қазақстанның металлогения мектебінің негізін қалаушы, қазақтан шыққан тұңғыш академик. Құрметті көрермендер, сіздер біздің залымызда осындай біздің республикамыздың дамуына үлес қосып жүрген асыл азаматтармен, оның ішінде міне сіздер көріп отырған Сейтмахан Қалмаханов авторы кенепте майлы бояумен жазылған Олжас Сүлейменов ағамыздың портреті. Олжас Сүлейменов ағамыз Невада Семей полигонының жабылуына, қазақтың сол полигонынан зардап шекпеуіне үлес қосқан ең бір қайратты да жігерлі азаматтардың бірі. Сонымен қатар сіздердің алдарыңызда Дәуренбеков Нұрланның қолымен жазылған туынды. Бұл өзіміздің тұңғыш ғарышкеріміз, жерлесіміз
Тоқтар Әубәкіровтің портреті. Шынымен де біздің Қазақстан Республикасының өркендеуіне, өсуіне, дамуына көптеген азаматтардың үлес қосып жүргенін біз мақтанышпен айта аламыз. Енді осы бүгінгі музей сабағын мынадай бір өлең жолдарымен аяқтағым кеп тұр. Көрейін бақытымның азаттығын, таңымды тамылжытқан бұстандықтан, танылды бар әлемге қазақ бүгін, кең далам, көл дариям, сеңгір тауым. Бабалар жеңгерлікпен небір жауын, байрағым желбіреп тұр биіктерде, байладым тәуелсіздік өмір бауын.